Басқа да нұсқа iOS 15. Кеттік. Қосыңды олғыныма қарып тұрма, мәменің отының сенің отыңа. Баршаға ассалаумағалейкум. Июньнің 7 күні Apple'дың разработчиктерге арналған WWDC 2021 презентациясы болды. Ол презентацияда мен iOS, iPadOS, macOS-тың жаңа версиялары және MacBook Pro 14 пен 16-ның шығуын күткен едім. Бірақ мен ойлағандардың бастапқы үшеуі ғана ұсынылды. Жалпы презентация визуал жағынан өте қызық болды, бірақ алып келген жаңалықтары аз. Бүгінгі видеода мен тек қана iOS 15-те пайда болған жаңа функциялар жайлы айтамын. Негізі iOS 15-тен көп нәрсе күтілген еді, бірақ бұл жолы обновлениемен тек қана Apple-дың өзінің шығарған приложениелері жаңа функциялармен толықты. Оның біріншісі FaceTime. FaceTime'ның алғашқы жаңалығы ол аудиоға қатысты болды. Кеңістіктік аудио технологиясының арқасында FaceTime'мен сөйлесіп отқан кезде қатысушыларының дауыстары экранның адам орналасқан жерінен естіліп тұрған сияқты болады. Микрофонның жаңа режимдері адамның артында болып жатқан шумды дауыстардан арылтады және қосылған жаңа портрет режимі фокуста отырған адамның артқы фонын бұлдырата алады. Және де жаңадан қосылған ең басты әрі қызық функция ол SharePlay. Бұл функция арқылы FaceTime қатысушылары енді біргелікте Apple Music'те музыка тыңдай алады және де плейлист түзе алады. Одан бөлек біргелікте кино көріп, тіпті экранның демонстрациясын жасай алады. Одан бөлек және қызықты жайт болған ол енді FaceTime арқылы тек қана iPhone қолданушылар ғана емес, енді тіпті Android және Microsoft Phone қолданушылары да пайдалана алады. Ол үшін тек қана FaceTime'ның ссылкасын алып, браузер арқылы кіру ғана қалады. iOS 15 пайдаланушылардың бір іске толық назар аударуға және аз алаңдауға көмектесетін жаңа инструмент ұсынды. Фокус деп аталатын ол инструмент пайдаланушының дәл қазіргі уақытта не нәрсеге толық назар аударғысы келетінін ескере отырып, уведомлениелер мен приложениелерді фильтрациядан өткізіп отырады. Ол үшін сіз өзіңіздің жеке фокус бағдарламаңызды орната аласыз, немесе дайын варианттардың бірін таңдасаңыз да болады. Уведомление дизайны өзгерді, значоктар үлкейді. Енді тіпті контактілерге фото суреттер қойса болады. Пайдаланушыны аз алаңдату үшін онша маңызды болмаған уведомлениелерді жинақтап, бізге ыңғайлы уақытта, мысалы таңертең немесе кешке көрсетеді. Одан бөлек ең маңызды болған уведомлениелер әрқашан жоғарыға шығып кетеді. Ендігі жаңа функция ол онлайн текст. Бұл функция арқылы iPhone-ның камерасын кез келген жерде тұрған текстке апарып, оны копировать етіп алса болады. Және де оны уже түсіріліп қойған фотоларда да пайдаланса болады. Менің ойымша оның пайдасы тақтадағы жазып үлгермей қалған студенттерге тиеді, бірақ ең жаманы оны тек белгілі жеті тілде ғана пайдаланса болады. Safari'дің жаңа дизайны элементтермен бір ғана қолмен пайдалануға мүмкіндік береді. Вкладкалардың жаңа панелі ықшамдалды және де бұрынғы үстіңгі орнынан төменге ауысты. Соның арқасында енді вкладкалардың арасында оңға және солға свайп арқылы алмасып жүре беруге болады. Apple әлемдегі ең үздік картаны жасауға тырысуда. iOS 15-тегі Apple картадағы қалалық аудандар, жеке коммерциялық кварталдар және жеке ғимараттар 3D элементтерінің арқасында бұрынғыдан да детальдырақ болып шықты. Және одан бөлек жаңа дизайн, жаңа белгішелер және ай сәулесі бар түнгі режим пайда болды. Бірақ бұлардың барлығы тек шектелген мемлекеттер ішінде ғана жұмыс істейді. Одан бөлек Wallet және погода приложениелерінде біршама өзгерістер бар. iOS 15-те осындай жаңалықтар пайда болды. Бұлардың барлығы Android-тың жеке программаларында әлде қашан пайда болған заттар. Бірақ Apple өзінің құрылғыларына жаңа нәрсені кеш әкелгенімен, оны басқаларға қарағанда сапалырақ әрі ыңғайлырақ қылып шығарады. Дәл осы жаңа функциялармен iOS 15-те iPhone егелері күзде ғана қоя алады. Және олардың қатары ең қызығы iPhone 6s-тан басталады. Ең қызығы деген себебім, осы жылдан бастап iPhone 6s, 6s Plus-ке жаңа iOS келмеу керек еді. Бірақ келді. Оның себепшісі менің ойымша дәл осы экранмен шыққан iPhone SE 2020 жылға. Жалпы ақпарат осы. Егер видео ұнаған болса, дәл қазір лайк басыңыз және комментарий қалдырыңыз. Келесі кездескенше қош сау.